Жаңа жылдық дастарханға жеңіл пирог дайындайтын боламыз. Алдымен май, жұмыртқа, шекер, қопсытқыш және ұнымызды бір келкі жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Кейін қалаған формаңызға қамырыңызды жайып, жиектерін көтеріп аламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге керегі сметана, жұмыртқа, шекер, манка, ванилин. Барлығын бір келкі сұйықтық болғанша араластыратын боламыз. Кейін дайын тұрған қамырымыздың үстіне сметанамызды құйып, қалаған жидектеріңізбен әсемдесеңіздер болады. Менде малина. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіретін боламыз. Пирогымыз дайын, дастарханға толықтай суығаннан кейін ұсынсаңыз болады. Видеоны достарыңызға жіберіп, жүрек қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бота ас болсын.